Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Қойға қасқыр шапқанда. Бұл өткен жылғы оқиға болатын деп бастады әңгімесін Көгілдір Бастау ауылының тұрғыны Жасылай деген жігіт. Мезгіл сәуір айының ортасы еді. Қыстай қолға қараған қойлар көп шөпке қанша бас қойғанымен қарындары томпая қоймаған шақ. Ауыл шағын ғана болғандықтан әр 20 күнде қой-кезек дем арасында келіп қалады. Сонымен маған да қой-кезек келіп жетті. Оның алдында 3-4 кісінің қойлары белгісіз жағдайда жоғалып кеткен болатын. Өріске шығар алдында әйелім, қойларды тым алысқа апармай-ақ жақын жерге жай, қасқыр деген бәле шығыпты ғой, сақ болғайсың деген. Сөздеріне елең етпей, тау етегінде ойпатқа қарай қойларымды айдадым. Содан қойларды тым бытыратып жібермей жинақы ұстап, бір сәт демалмаққа көк майса жерге отыра кеткем. Азанда сәулесін әлсіз шашқан күн сәулесі түске таман өз күшіне міне түсті. Көз шағылыстыратын нұр шұғыла тұла бойымды балқытып ұйқымды келтіре бастады. 2 литрлік банкіге құйылған айранымды шамалы ішіп болып, жан-жағыма барлай қарадым. Қауіпті еш нәрсе де жоқ. Қойлар бір қалыпты жайылып жүр. Үйден ала шыққан кішкене көрпешені астыма төсеп, қалың күртешемді жастық қылып, көз шырымын алуға көштім. Көп жаттым ба, аз жаттым ба есімде жоқ. Бір кезде санама, ойбай-ай қасқыр келіп қалса не істеймін деген ой сумаң ете қалды. Сосын басымды көтергенше болған жоқ, танадай үлкен қасқыр мені адам екен деп елеместен тура жанымнан көлбең етіп өте шықты да, жайылып жатқан қойлардың біріне бас салды. Қойлар дөр етіп жан-жаққа шашырай қашты. Әлгі қойды тымақ құрлы көрмеген қасқыр арқасына салып алды да тауға қарай бүлкілдей жөнелді. Ал менің тұла бойым біреу шегелеп тастағандай қатты да қалды. Тіл аузым байланып қалғандай күй кештім. Қолыма жуан таяғымды алып, доқ көрсете айқайлайын десем үнім шықпайды. 2 аяғым тас байланып қалғандай қозғалмайды. Содан қасқыр қойды шамамен 20 метрдей жерге арқасына салып әкетіп бара жатқанда, маған жан кірді. Жан ұшыра айқайлап, таяғымды мылтық қысап кезеп, жас балаша шыңғыра беріппін. Одан қала берді, жерді тоқпақтап секіре бердім. Осы әрекет әсер етті ме, жоқ әлде басқа жағдай болды ма, кенет қасқырдың үстінен қой сусып түсіп кетті. Оны қайта көтеруге қасқырдың мұршасы келмеді ме, болмаса менің айқайымнан сескенді ме, дала тағысы тауды бетке алып жоқ болды. Осылай мең-зең қалпында тұрған кезде, ауылдан Қайырбай есімді кісі атымен келе қалды. Мен болған жайды асыға аптыға жеткіздім. Екеуміз қасқыр әкетпек болған қойға жақындасақ, қой байғұс тамағы бауыздалып өліп қалыпты. Содан кейін қой-кезекті топтасып бағатын болдық. Бірақ не сиқыры бар екенін қайдам, қасқырды алғаш көргенімде не істеріңді білмей сасып қалады екенсің. Болмаса, қасқырға таяқ сермеп айғайлап, айбат шексең, қанша дегенмен қаймығады емес пе? Міне, осындай оқиға өткен еді менің басымнан деп әңгімесін аяқтады. Ал біз болсақ, шаңқай түсте қойшыны адам құрлы көрмей, қойға ауыз салған қасқырдың кезекті ержүректілігіне қайран қалып отырдық. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.